Баршаңызға сәлем достар, өте жұмсақ, нәзік Наполеон тортын дайындаймыз. Алдымен салқын 82,5% сары майды ұнға араластыра отырып, үккіштен өткіземіз. Яғни крошка дайындаймыз. Бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқа, газдалған салқын су, 1 ас қасық уксусты қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Крошкамыздың ортасын қолымызбен ашып жібереміз де, сұйықтық массамызды құйып, қамыр дайындаймыз. Қамырды қатты илеп жіберу қажет емес. Төменнен жоғары қарай араластыра отырып, қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырды пищевой пленкаға орап, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Дайын болған қамырды алып, 12 бөлікке бөліп шығамыз. Әрқайсысын домалақтап аламыз. Бірден пергамент қағазына жаямыз. Формасын шығарып алу үшін бірден жайғаннан кейін кольцомен осылай кесіп аламыз. Ортасын шанышқымен тесіп шығамыз. Кремін дайындаймыз. 3 желание сгущенкасын құямыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майды саламыз. Сары май жұмсақ болғаны дұрыс. Екеуін араластырамыз. Дайын болған корждарымызды жинаймыз. Мінекей осындай корждар дайын болды. Яғни кольцода жинайтын боламыз. 2-3 ас қасықтан құя отырып, кремін жағып шығамыз. Кремі жақсылап сіңу үшін тоңазытқышқа 10-12 сағатқа салып қоямыз. Сыртын өз қалауымызша әсемдесеңіз болады. Мен крошкалармен әсемдеп шықтым. Және де менің каналыма лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.